Жарқыраған қарбыз. 4 бөлім. Менің жарқыраған кезім. Анам қасымда маған қамқор. Деп 4 бөлім Сегеннің кішкентай кезіндегі өмірін көрсете бастайды. Осылайша ол анасының қамқорлығы мен рекламаға түсіп жатқан уақытта ол жердегі режиссер мен топтағылар келіп, қызының қаншалықты әдемі екендігін және де қандай да бір актрисаға ұқсататындығын айтады. Оны естіген анасы сол күннен бастап өзгере бастайды. Бір күні Сегеннің туған күнінде барлық достары мен ата-аналар жиналып Сеген қуанышты күндерінің бірін өткізіп жатқан уақытта, сол жердегі аниматорлармен бірге ойнап жатқан уақытта ол сүрініп құлап қала жаздайды. Оны көріп байқап қалған бір аниматор қызды құтқарып қалады және де оған гүл сыйлайды. Ал қыз болса оған рахмет демей ештеңе айтпай гүлді алып жүгіріп кете барады. Әрі қарай Сегеннің би билеп өз өнерін достарына көрсетіп жатқанын көрсетеді. Сол жерде отырған ата-аналар оны сөз ете бастайды. Бұл сөз айтқандары анасына ұнамай қызын сол жерден ертіп алып кетіп қалады. Осылайша түнгі уақытта Сегеннің бір бөлмеге кіріп тұрғанын көрсетеді. Ал ол бөлмеге Сеген өзі кілтпен есікті ашып кірген еді. Оның көргені ол жердегі тұрған виолончель мен ата-анасының басқа бір қызбен фотоға түскені. Яғни фотода Сеген емес басқа қыз тұрған еді. Содан қараңғы бөлмеде анасының шарап ішіп отырғанын көрсетеді және де қасындағы әкесі екеуінің әңгімесі. Сеген олардың қызының орнын баса алмайтындығын айтып отырады. Оны естіген Сеген жылап қалады және де сол күннен бастап оның күні қараңғыға теңеледі. Сеген өзін бір еркектің өз әйеліне сыйлаған жай ғана сыйлығы ретінде сезінеді. Содан бір күні әкесі жұмысқа кеткен уақытта Сеген анасына жақындап келіп, менің виолончель үйренгім келеді деп айтады. Оны естіген анасы оны виолончель үйірмесіне беріп, қызды үйрете бастайды. Ал қыз болса барын салып үйренеді және де ол қайтадан жарқырай бастайды. Себебі оның асырап алған анасының назары қайтадан қызына аударылып, көңілді болып бақытты өмір кеше бастаған еді. Осылай қыз бәрінің жүрегін жаулап қайтадан жарқырай бастайды. Осы кездегі фотосын бірге көрген Ингель мен Тәтені көрсетеді, яғни досының қызы. Бұл мен едім, мен оның қызы едім деп сол кезде әңгіме айтқандағы үйіндегі болған сәттерді көрсетеді. Әрі қарай 95 жылы болған Ингель мен Сегеннің кездесуін көрсетеді. Ол жерде Тәте, бұл шынында сіз ба, сіз виолончельде ойнайсыз ба деп таңқалып тұрған Ингельге бір түрлі қарайды. Сен не деп тұрсың дегендей, және де арасында түсініспеушілік болып қыз кетейін деп жатқан уақытта кешірім сұрап Ингель әрі қарай өзінің қателескендігін басқа бір адамға ұқсатқандығын айтып және де ол адамның оған топқа кіріп өзіне сенім артып көмектескендігін айтады. Сол уақытта қыз топтағы жігіттердің бәрі қыздарға ұнайды деп кім айтты деп бұрындағы әйел кісінің айтқан сөздерін дәл солай айтады. Оны естіген Ингель таңқалып, шынымен бұл сіз ғой Тәте деп тағы да қыздың жынына тие бастайды. Ал бұл уақытта Личан қызға үндеме деп, ол үндемеген екен, оған өз рахметін айтып, сол жерде өзін таныстырып қызбен сөйлесіп отырғанын көрсетеді. Ал қыз болса үндемей оның аузына қарап отырады, яғни ол естіпейді ғой. Оны көрген Личан, неге сен менің аузыма қарап отырсың деп таңқалады. Бір уақытта қыздың басындағы қанды ағып тұрғанын көріп, басынан қан ағып тұр деп айтады. Қыз болса түсінбей басын ұстап қарайды. Сосын бала өзінің галстугін шешіп оған көмектеспекші болып жақындай бергенде, қыз қандай да бір жаман заттарды елестетіп, оның қолын тістеп алады. Сол уақытта Личан «А» деп айқайлаған уақытта жаңағы іздеп жүрген ағай даусын естіп, жүгіріп сол жерге келеді. Ал Чонаны ұрып сол жерге қамап қойған қыздардың құрбысы жүгіріп келіп ағайдың сол жерде есікті ашайын деп жатқандығын айтады және де олар бәрі бірігіп сол жерге жүгіріп кетеді. Ал ағай болса әліге дейін есікті аша алмай тұр еді, себебі есіктің ар жағында Личан тұтқаны ұстап мүмкіндік бермей тұрған еді. Қыздармен қоса бір жігіт жүгіріп келіп кілтті алып келіп береді. Содан ағай есікті ашып қараса, бұл жерде ешкім болмайды. Қыз бен жігіт қашып үлгерген еді. Осылайша қол ұстасқан Личан мен Чонаны жүгіріп келе жатқан сәтін көрсетеді. Ал бұл уақытта Сеген өзінің жүргізушісін күтіп тұрған еді. Оған Ингель жүгіріп келіп, тек бір сұрақ қоям, әкеңіз қалай қазір дейді. Қыз оған сені неге ол қызықтырады деп сұрайды. Себебі мен оның шәкіртімін дейді Ингель. Ал қыз болса, әкем университетте сабақ береді, ол қалай болғаны дейді. Сонда ол айтады, сіздің әкеңіз ең керемет музыкант, ол маған гитарада ойнауды үйретті дейді. Содан қыз оған қарап, сен кімсің өзі дейді. Содан жүгіріп қашып құтылған Личан мен Чонаны көрсетеді. Личан Чонаны біреу сол жерге қамап қойғандығын білетіндігін және де
оны біреуге айтпаса ешкім оған көмектеспейтіндігін айтады. Егер ешкімің болмаса, мен саған көмектесемін, мен мықты жігітпін дейді. Рахмет, керек емес, сенің атың кім деп сұрайды. Оған жауап бермегесін ол қыздың табличкасын ашып қарайын деген кезде қыз оның қолын қайрады. Ал жігіт болса ол қайырған қолдан шығып кетіп, мен саған айттым емес пе, мен спортпен айналысамын дейді. Осылайша көмек керек болса хабарлас деп қызға өзінің номерін қалдырып кетеді. Ал бұл уақытта сүйген Ингөлден бар шындықты талап етеді. Ингөл болса бар білгенін айтады, бірақ сүйген оған сенбейді. Менің әкем физика пәнінің профессоры дейді. Ал сен ақылыңнан адасқан екенсің дейді. Сонда Ингөл, сіз өзіңіз айтқан едіңіз, соның қызымын деп дейді. Сонда сүйген, сені мұнда кім жіберді? Менің бақытты өмір сүріп жатқанымды көре алмай аяғымнан шалу үшін сені жіберді ма мұнда деп айқайлап жылай бастайды. Айқайды естіген Личан жүгіріп келіп түсінбей не болғанын сұрайды. Сол уақытта сүйген, сен де біргесің ба, сен бір-бірің танисың ба, менің өміріме араласпаңдар, кетіңдер деп ұрсып кетіп қалады. Сүйген әкемнің алғашқы махаббаты, ал оның әкесі ата емес деп ойланып тұрған уақытта оған Личан келеді. Сүйгенді қалай жылатуға дәтің барады, өзіңді кіммін деп ойлайсың дейді. Содан виолончельді ойнап отырған сүйгенді көрсетеді. Ал ол ойланып отырған еді. Сол бір концерт болған күні оған бір шоқ гүлдерін тастап кеткен оның әкесі еді. Ол артынан жүгіріп бара жатып қарайын деген уақытта оның түрін көрсетпей, байқаусызда қолын жарақаттап алған сүйгенді көрсетеді. Әрі қарай үйіне келген сүйгеннің анасымен сөйлесіп, оның Америкаға кететіндігі жайында ақылдасатынын көрсетеді. Оған сүйген келісімін береді. Сол уақытта есікті біреу қағып келіп тұрады. Сүйген шығып қараса, бұл Личан еді. Ол қызға оны жақсы көретіндігін, айтқан сөзін орындайтындығын және де оған дейін оның мазасын алмайтындығын айтып жеткізеді. Оны естіген қыз, сені біреу аңдып тұр ғой деп айтады. Ал бұл Ингөл еді. Не болса да саған осыны айту үшін келдім, сені мазаңды алғаным үшін кешір деп Личан Ингөлді жетектеп ол жерден алып кетеді. Содан Ингөл әкесіне, сен оны қатты ұнатасың ба, ол бәрібір сендік болмайды деп жынына тиеді. Сонда Личан, сен басында гитаристпін деп бір алдадың, енді менің өміріме араласып жатсың, сен кімсің өзі дейді. Әлде сен болашақтан келдің ба дейді. Оны естіген Ингөл, қалай біліп қойдың деп таңқалады. Ал Личан, сен ақылыңнан адасқансың деп қашып кетеді. Оның артынан қуып жеткен Ингөл кезінде әкесі айтып берген жерге келіп тұрғанына өз көзіне сенбей тұрады. Ішіне кіріп қараса, әжесінің әкесін қолап ұрсып жүргенін көреді. Және де әкесінің мектепте ғана емес, сыныптың ішінде ең нашар оқушылардың қатарында екендігін біледі. Содан Личан ашуланып отырған әжесіне, сіз қонақтың алдында мені ұятқа қалдырмаңыз, бұл менің ұстазым деп айтады. Оны естіген Ингөл таңқалып әкесіне қарайды. Әкесі болса, бұл жолы мені құтқаршы, сосын мен де саған көмектесем дейді. Сонда әжесі оған сеніңкіремей, онда тексеріп көрейік дейді. Осылайша әжесі Ингөлға тест береді, 25 минуттың ішінде жауабын жазып бер дейді. Ал Ингөл болса, бар жоғы 15 минутта жауабын жазып береді. Әжесі оған сеніңкіремей тексеріп шығады және де оның ақылды жігіт екенін көріп, оған бас иіп рахметін айтып отырған кезде Ингөл, уайымдамаңыз, мен оны адам қыламын дейді. Не, мен сонда адам емеспін ба деген Личанның бетін әжесі қайтарып, тыныш отыр дегендей, әрі қарай барлықтарыңа бүгін шошқаның төс етінен тамақ жасап беремін деп кеш батып бәрі соджу ішіп тамақ жеп отырғанын көреміз. Осы сәтте әжесі Ингөлге қарап қалады. Ингөл түсінбей не болды деп сұрағанда, сен шынында ақылды және әдемі екенсің дейді. Осылай отқанда атақты гитаристті танимын деп өтірік айтқан достары кіріп келеді. Содан оның өтірік айтып алдағандығы белгілі болады. Осылайша ол әжейден ән айтып беруін өтінеді. Әжей де оның сөзін жерге тастамай ән айта бастайды. Ал ол болса гитарада ойнап отырады. Әкесі мен әжесінің ән айтып би билеп көңіл көтеріп жатқанын көріп отырған Ингөл өткен шағын есіне алады. Ол кезде әжесінің кішкентай Ингөлге қарап сөйлесіп ойнатып отырғандығын көрсетеді. Және де әжесі Ингөлмен базарға барған уақытта саудаласқандағы айтқан сөздерін Ингөл жаттап алып қайталаған болатын. Оны көрген әжесі оған қарап мәз болып қалады. Содан кейін әжесінің қайтыс болғанын көрсетеді. Және де көңіл айтып келушілердің сөздерін аударып тұрған кішкентай Ингөлдің балалық шағын да көрсетеді. Өткенді есіне алып Ингөл жылап қалады. Оны қасында отырған Вальсан байқап қойып, неге жылап отырсың дейді. Сонда ол, жоқ, жай деп су ішем деп ойлап соджуды ішіп қояды. Содан ол мас болып ұйықтап қалады. Оны Личанның бөлмесіне алып келіп жатқызады. Ингөл ұйықтап жатып түсінде әкесі мен ағасының үшеуінің бірге жүрген уақытын көреді және де әкесінің иығындағы шырамны қайда пайда болғанын сұрап жатады. Осылай Ингөл мен әкесі түстерінде сөйлеп жатқанын көрсетеді. Ертесіне
Сегённың директордың бөлмесінде отырғанын көрсетеді. Директор айтады, сен ақшқа кететін болсаң, оны әзірше ешкімге айтпай тұра тұрайық, себебі басқа оқушыларға әсер етуі мүмкін дейді. Оған Сеген келісіп жарайды дейді. Сонан соң сені Чонамен сөйлесіп жүр дейді. Ол рас па дейді. Иә, не болды деп сұрайды. Сонда директор, ол аянышты болып көрініп қалмау үшін мен арнайы мектепке бермей осы өзіміздің мектепке берген едім. Сен ертең кетіп қалсаң, ол жалғыз өзі қалып қояды ғой. Одан да араласпай-ақ қой деп айтады. Содан мамаң маған жолығып кетсін дейді. Сөйлесіп болып шыққан Сегенді сыртта Чона күтіп тұрған болатын. Сен төремға не үшін кіріп шықтың? Халичан келген үшін бе деп сұрайды. Саған қызық па? Бұл өмірде тегін ештеңе жоқ деп Сеген жауап жазады. Содан ол екеуінің сыртта отырып әңгімелесіп, Сеген өзінің Америкаға кететіндігін жазып көрсеткендігі жайында көрсетеді. Және оған бұл жайында ешкімге айтпағанын өтініп, оған арнаған билетті дәптердің ішінен алып көрсетеді, және де оған міндетті түрде келуін айтады. Әрі қарай Ингел ұйқыдан оянып, Личан қалдырған хатты оқып жатқан сәтін көрсетеді. Біріншіден, мұның бәрі уақытша екенін ұмытпа, екіншіден, менің сүйікті киімдерімді бүлдіріп алма дейді. Содан ол өзінің киімдерінің жуылып ілініп тұрғандығын көреді. Жайбарақат керіліп тұрған уақытта оған қоңырау шалады. Барып алса, ол Личан еді. Менің физкультура киімім қалып кетіпті, тез алып келіп бер дейді. Солай тұтқаны қоя салады. Ингел айтқанын орындап, оның мектебіне киімдерді алып келеді. Жол жөнекей сол жердегі бағыттаушыны көріп, музыкалық топ дайындалатын жерге барады. Ол жерде гитараны көріп, сол жердегі гитарамен ойнап отқан уақытта сол жерде топтағы бір жігіт оны байқап қояды. Ал бұл уақытта Личан өз досымен хабарландыру іліп жүрген еді. Сосын екеуі гитаристті қайдан табамыз деп сөйлесіп отырғанда гитараның үнін естіп, екеуі жүгіріп барып сол бөлмеге барады. Сосын сол жерде өздерінің топтарындағы бір жігітті көріп, сен бұл жерде не істеп отырсың, кім болды, жаңа ғана гитарамен кім ойнады дейді. Ол бұл жерден жаңа ғана шығып кетті, автобус аялдамасынан таба аласыңдар дейді. Содан Личан мен досы екіге бөлініп, сен мектептің ішін, ал мен сыртын іздеймін деп жүгіріп іздеп кетеді. Жүгіріп келе жатып Ингелмен соқтығысып қалады. Ал Ингел болса, сен не істеп жүрсің сабақта отырмай деп оны сүйреп апарып сабағына отырғызып қояды. Сосын өзі соны аңдып тұрады. Ал бұл уақытта Чона сурет салып отырған еді, және де ол өткенді есіне алады, яғни кітапханада болған оқиғаны. Ол жерде оған Личан көмектескен еді. Содан Сеген сыйлаған билетті алып, ертең ол кетіп қалса, Личан жылап қалады ғой деп ойланып отырғанын көрсетеді. Личан болса бұл уақытта жұмысына келе жатады, артынан Ингел де қалмай еріп келеді. Әрі қарай Личанның бастығымен сөйлесіп тұрғанын көрсетеді. Ол айтады, мұнда бір қыз маған мынаны тастап кетті, саған арнап дейді. Ол ашып қараса, ол жерде билет болады, және де Сегеннің жазып қалдырған жазбасы болады. Оны көрген Личан мәз болып өз орнына Ингелді жұмысқа тастап жүгіріп кете барады. Ингел амалсыз сол жерде қалып жұмыс жасайды. Содан Сегеннің Чонаны күтіп тұрған сәтін көрсетеді. Әрі қарай концерт басталғанын көрсетеді, және де ол жерде бір жігіт ән айтып жатады. Ал Сеген болса құрбысымен бірге концертті көріп тұрады, және де ол әншіні Сегенға мақтап тұрады. Ал бұл уақытта таксимен жетіп келген Личан әрі қарай жоғарыға жаяу көтеріліп келе жатады. Сол уақытта барлық адам кері түсіп жатқанын көріп, кешіккенін түсініп жүгіріп жетеді, және Сегеннің фотоға түсіп жатқан сәтін көреді. Сеген де оның келгенін байқайды. Содан қасындағы жігіт бұл кім деп сұрайды, ал құрбысы болса артынан жүгіріп жүрген жігіт қой дейді. Личан болса кешіктім, кешір дейді. Ал Сеген болса оған айқайлайды, сені кім шақырды, неге келдің деп. Сен топ құрмайынша келмеймін деп сөз берген едің, сөзінде тұрған жоқсың дейді. Сол уақытта артынан Ингел келіп, оның топ құрғаны рас, тобы бар дейді. Сосын қасындағы жігіт бұл тағы кім деп сұрайды, ал Ингел болса өзін таныстырады. Жігіт болса танысқаныма қуаныштымын, онда бірге ән айтып көрейік дейді. Оған келісе кетеді. Әрі қарай ол жігітпен Ингелдің гитарада ойнап, ал Личанның ән айтып жатқанын көрсетеді. Үйлеріне кетіп бара жатқан көрермендер ол дауысты естіп кері қайтады, және де осы концерттің куәсі болады. Личанға ашуланып ренжіп қалған Сеген соңына дейін болмай кетіп қалады. Ал әкесі мен Ингел бақытты еді, себебі оның әкесі Ингелдің қалай гитарада ойнап жатқанын естеді әрі көре алады. Осылай концерт аяқталып, қайтар жолда сөйлесіп келе жатқан Ингел, осыншама айтылған сөздерден кейін сен әрі қарай жалғастырғың келе ме дейді. Сонда әкесі, иә, мен мектеп бітіргеннен кейін оқуға түспеймін, жұмыс істеймін, әкемнің қарызға батырып кеткен қарызын төлеп, әжеме бәрін қайтарамын, мен бәрін көрем,
болсын, махаббат болсын, топ болсын, менің жарқырауыма көмектесетін барлық нәрсені көремін дейді. Сол сәтте бір кішкентай баланың шары ұшып кетіп, оны ұстамақшы болған Личанды машина соғып кете жаздайды, бірақ Ингөл оны құтқарып қалып, екеуі жерге құлап түседі. Сол сәтте Ингөл әкесінің 11 класста бұл шырамды алғаны жайында есіне алып, дереу тұрып әкесінің иығын ашып қарайды. Ол жерде бірақ шырамның ізі болмайды. Содан Ингөл шырамның ізі жоқ деп сөйлеген кезінде әкесі қандай шырам деп сұрайды. Сонда Ингөл әкесіне қарап, әкем айтқан апат әлі болмаған деп ішінен айтады. Осылай 4-ші бөлім аяқталады. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.